Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана? Бүгін бір жастағы балалармен ойнауға болатын ойын түрімен танысатын боламыз. Ол үшін бізге осындай кішігірім ойыншықтар қажет болады, және де фольга қажет болады. Фольгаға осылай барлық ойыншықтарды орап шығамыз. Бұл ойынды ойнату арқылы сізде 10-15 минут артық уақыт болады. Қаласаңыз, шай ішіп алсаңыз да болады бұл уақыттың аралығында. Барлығын осылай фольгамен бекітіп шығамыз, және де баланың алдына береміз. Бала қызыға оны ашады, ішінде не бар барлығын зерттейді. Бала саусақтарының көмегімен ашу арқылы баланың ұсақ-қол моторикасы да дамиды, және де заттарды ажырата алады. Яғни үлкен, кіші, сонымен қатар олардың түстерінде ажырата алатын болады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментария жазып, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де келесі видеода қандай ойын түрлерін көргілеріңіз келеді, сол туралы комментарияға жазып кетсеңіздер болады.